Біздің YouTube жобамыз бүгін Шымкент қаласында орналасқан нөмір 135 мектепке келді. 500 оқушымен ашылған мектебіміз қазіргі таңда мектебімізде 2522 оқушы білім алады. Яғни 300-ге жуық қызметкер, 3000-ға жуық оқушы барлық ұлттық киімде. Бәрі ұлттық киімде. Мектептің іші толығымен ұлттық бағытта безендірілген. Сыныптардың барлығында ұлттық біздің салт дәстүрлеріміз, ой өрнектеріміз насихатталады. Ұлтымыздың ұлттық тәрбиеміз, біздің ұлттық салт дәстүріміз баланың бойына сіңіріп өсіру. Бас болмау керек. Иә. Бастық деген ол дұрыс емес. Және қазақша сөйлей деп талап қоясыздар ма оқушыларға? Бізде онсыз да қазақ сөйлейді бе? Өзге тілде сөйлеп, қиналып жүрген оқушылар жоқ қой? Бізде ондай жоқ. Бір өшіп барамыз болашаққа. Көрермен, біздің YouTube жобамыз бүгін Шымкент қаласында орналасқан. Берікбай Елтайұлы, ассалаумағалейкум, қош келдік мектептеріңізге. Бұл мектепті біз естіп жатырмыз. Ұлттық бағытты ұстанған еліміздегі бірегей мектеп. Біз де бүгін ұлттық киімдеміз, ағамыз да ұлттық киімде. Мектептің тыныс-тіршілігімен, жалпы бағыт-бағдармен таныссақ дейміз. Шымкент қаласының жаңа мөлтек ауданында орналасқан 2020 жылы ашылды, білуімше. Иә, мынау Шымкент қаласында білім басқармасына қарасты 135-ші білім беретін мектеп 2020 жылы қазан айының 1-ші жұлдызында ашылған. Жалпы 500 оқушымен ашылған мектебіміз қазіргі таңда мектебімізде 2522 оқушы білім алады. Қанша мұғалім, ұстаз, қызметкер бар? Қазір бізде 228 мұғалім дәріс береді. Яғни 300-ге жуық қызметкер, 3000-ға жуық оқушы барлық ұлттық киімде. Бәрі ұлттық киімде. Мектептің іші толығымен ұлттық бағытта безендірілген. Сыныптардың барлығында ұлттық біздің салт дәстүрлеріміз, ой өрнектеріміз насихатталады. Тамаша, ендеше өзіңізбен мектепті аралап көрсек, одан кейін сұхбатымызды жалғастыра қалай қарайсыз? Мектептің кіреберісі, күнде сабақ осылай басталады. Оқушылар сізді осында күтеді, иә? Иә, бәрі осы іште, бәрі күтеді. Енді қазір күн салқын кездері іште, күн жылы бізге сыртта. Иә, күн салқындап қалды, сондықтан оқушылар іште. Біздің кабинетіміз, директордың кабинеті. Біздің дуалдардың өзі ой өрнектермен безендірілген. Арнайы бұл мен өзімнің кабинетім. Барлығын ашықпын дейсіз ғой? Біздің мектепте қазір 109 сынып бар. Мен 109 сыныптың бәрінің чатында түгел отырамын. Дер кезінде ата-аналар менен жауап алады ақпарат арқылы. Жалпы осы өзімнің жұмысыма, білімге қатысты бір 120-дай чатта отырамын мен өзім. Мәссаған. Бәріне дер кезінде. Қалай үлгересіз оның барлығына? Күн түн демей, мен дер кезінде жауабын беріп отырамын. Одан кейін өзім ақпараттар арқылы ата-аналарға сауалнама жіберіп отырамын. Жалпы мектеп туралы ойларын, пікірлерін өзімді біліп отырамын. Коммуникация жағы барлығы жолға қойылған бірінші кезекте дейсіз ғой, иә? Бірінші кезекте. Мен сол таң қалып жатында, әдетте директорлар анау 3-ші қабатқа түкпірге есіктерін жауып алып, тіпті ата-ана түгілі, ұстаздардың өзі, оқушылардың өзі кіруге қорқады, кіруге жүрексінеді, кіре алмай жүреді. Ал сіз керісінше мектепке кірген бетте ең бірінші кабинет сіздің кабинетіңіз екен. Шынында да мен ойладым, бұл бір жай ғана бөлме шығар, директордың кабинеті емес шығар деп ойладым. Сөйтсек, мынаны қараңыз, мынаның бәрі ашық, есіктен кіре беріс, кез келген уақытта кез келген адам келіп, өзінің мәселесін айта алады, иә? Тамаша. Бұл сіздің өзіңіздің ұстанымыңыз ба, жоқ әлде мектептің талабы сондай болды ма? Жалпы мен өзімнің ұстаным. Келе сала кабинет осы жерден болады деп айттыңыз ба? Иә, мен сөздің ашығы, мен жалпы мен бәріне өзімнің әріптестеріме де айтамын. Иә. Мынау бас болмау керек. Бастық деген ол дұрыс емес. Басшы бол. Ұйымдастырушы бол, менеджер бол. Мен мысалы бұны эксперимент жасап көрсең болады. Осы субсидийдің мен ойлаймын, бәріне жақсы болу мүмкін емес қой. Бірақ дегенімен кез келген ата-анаға
ата ана туралы, ата анадан мектеп басшысы мектеп туралы пікірін алсаң, ол ата-аналардың өздері де айтады. Иә. Қандай директор екеніңізді айтады дейсіз ғой. Берікбай мырза, енді елімізде мектеп көп, тіпті Шымкенттің өзінде 150-ге жуық мектеп бар. Соның ішінде өздеріңіз ең бірінші болып, ең алғашқы болып, осы оқушыларға, ұстаздарға, тәлімгерлердің барлығына бірдей ұлттық киім кигізу мәселесін қолға алдыңыздар. Сіздердің бастамаларыңызбен осыдан бірнеше жыл бұрын қолға алынған дүние қазіргі таңда жақсы нәтижесін беріп жатыр. Енді мұндай идея қайдан келді, неден туындады мұндай ой? Осыдан бастайықшы әңгімені. Алғаш мектебімізді ашқанда біз осы ұлттық құндылықтарға бағыттап аштық мектепті. Ондағы біздің мақсатымыз, мынау Мұстафа Шоқайдың сөзі бар ғой, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп өспеген азаматтан ел жанашыры шықпайды дейді. Бұндағы мақсатымыз біздің өзіміздің ұлтымыздың құндылығы, ұлтымыздың ұлттық тәрбиеміз, біздің ұлттық салт дәстүріміз баланың бойына сіңіріп өсіру. Өйткені қазір жас балдардың көбісі мынау интернет желілерінде көп отырады. Мынау тек қана шетелге еліктейді. Сол бағытты біз бұрайық, балалардың жүрегіне өзіміздің ұлттық салт дәстүрімізді, ұлттық тәрбиемізді баланың бойына сіңірейік деген мақсатта осы жобаны қолға алғанбыз. Тек ұлттық киім форма емес, әдістемен де. Иә, әдістемен де ұлттық бағытқа негізделген әдістеме. Бұл жаңа, бұған дейін болмаған бізде, иә? Бірегей жобаны ұсындыңыздар. Иә. Қалай қабылданды? Барлық мектептерде қазір осы бағытта жұмыс жүргізіп жатыр. Қазір міне 2 жылдың көлемінде біртұтас тәрбиені айттым ғой. Біртұтас тәрбие бағдарламасы бүкіл Қазақстан бойынша қазір жұмыс істеп жатыр. Алғаш бізге ең бірінші қызығушылық танытқан батыс қазақстандық бізбен байланысқа шығып, үлкен жұмыстар бірлесіп атқарайық деп ұсыныс жасаған. Қазір мен солармен серіктес, қауымдастық құрып, олармен де жұмыс жасап жатырмыз. Қаланың мектептерінің, біздің Шымкент қаласы мектептерінің барлығында түбегейлі қазір осы жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Сіз осы бағытты енгізгенде ата-аналар, басқа мұғалімдер қалай қабылдады? Қарсылықтар болған шығар? Мен қарсылықты көргенім жоқ, өйткені бірінші жаңадан коллектив ұжым құрылғанда осы жерде біз алғашқы педкеңесте осы шешімді қабылдадық. Бірінші өзіміздің ұстаздар, өзіміздің ұлттық киімімізді киіп, ұлттық киімде жүріп, бір ұстаздар өзіміз үлгі болайық, көрсетейік деген мақсатпен педкеңесте қаулы қабылданды. Ешқандай қарсылық танытқан жоқ. Кейін ата-аналар жиналысында ұсынылды, ата-аналар жиналысында ата-аналар бір ауыздан қолдады. Мұны неге сұрап жатырмын? Өйткені мектеп формасы деген өз жылда бір көтерілетін үлкен мәселе ғой. Қандай форма киеміз, мектеп формасы қымбат, қайдан аламыз, біреулер батысша киіндірейік деп оған талпынады, біреулер мынандай киіндірейік дейді. Ал сіздер жаңа бұған дейін болмаған бірегей осындай идеяны ұсынып отырсыздар. Ата-аналардың тарапынан қолдау болды ма? Қымбат түсіп кетпей ме олардың қалталарына бұл дүние? Бізде бірінші біз бастауышқа ұлттық киімді біз мектепте өзіміз тіктік. Өзіміз мектепте мынау арнайы не бар, қыздар шеберханасы бар, тігін машиналары бар. Бірінші алғаш өзіміздің мұғалімдеріміз, технолог, эстетика пәнінің мұғалімдері өздері тікті бірінші. Бір классқа тіктік толығымен. Ол класс көргеннен кейін басқа ата-аналарға да қызығушылық пайда болды. Бізді балдарымызға тіккізсек бола ма деген ата-аналардан ұсыныс түсті. Әрине болады. Міне ата-аналар тек қана қайта ата-аналарға ол жеңіл, мысалы, оны бағасын айтпай қояйын. Иә. Ата-аналарға өте жеңіл, қолжетімді. Әлі арзан, әрі қолжетімді. Одан кейін балдардың бәрі бірге жүргеннен кейін бәрі бірдей. Біреуі қымбат, біреуі арзан емес. Бәрі бірдей киімде киініп жүреді, балдардың барлығы бірдей жүреді. Енді киімі ұлттық болғаннан кейін, киімі қазақша болғаннан кейін балалар да бір-бірімен қазақша сөйлесетін шығар. Бізде қоңыраудың үнінің өзі күймен күй қойылған. Оны да біз алғаш болдық. Мектепке біз қойдық күйді. Оның үстінде бізде таза қазақ мектебі болғаннан кейін барлығы тек қазақ тілінде
Қазіргі таңда тек елімізде емес, Шымкентте де, оңтүстік өлкесінде де, батысқа, Еуропаға еліктеген, атауын да солай шетелше қойған мектептер көбейіп жатыр, жекеменшік мектептер. Өзіміздің киімді киген кезде, өзіміздің осындай бағыт ұстанып, қоңырауға күй қойған кезде, болмаса жаңағыдай ұлттық әдістемелерді қолданған кезде таңғалып қарайтын болдық, жатырқап қарайтын болдық. Сондай жағдайға жетті. Мектеп кәдімгі еліміздегі министрлік бекіткен бағдарлама бойынша жұмыс істеп жатыр ғой. Жекеменшік мектептер қалай ойлайсыз? Қай бағытта көбірек дамыған дұрыс? Ұлттық бағытында дамыған дұрыс қой. Бізге Европаға қарап елеңдеп, Америкаға қарап алаңдаудың меніңше қажеті жоқ. Өйткені енді түсінікті, мүмкін ол Европада, Америкада мүмкін ғылым жағы дамыған шығар. Бірақ біздің ұлттық тәрбиеге, біздің ұлттық құндылықтардан олардың үйренері көп. Біздің әр дәстүріміздің өз үлкен тәрбиелік мәні бар. Сондықтан да ол бағытта ол Европаның, Американың бізден үйренері көп. Ал енді ғылым жағына, білім жағына келетін болсақ, мына өздеріңіз ойлап қараңыздаршы қазір. Қай мемлекеттің жастары көп тілде сөйлейді? Біздің қазақтың жастары, қазір жастарымыз қазақшаны да, орысшаны да, ағылшыншаны да, тіпті қытайшаң болсын, түрікше болсын, мысалы, таза бәрімен тең дәрежеде сөйлесе алады. Сол дәрежеге келе жатырмыз. Біздің жастарымыз өте бәсекеге қабілетті, қазір жастарымыз қарқынды дамып келе жатыр. Ол өте бір қуантарлық жағдай. Мектептердің атауларын немесе жаңағы көп қойды, дәмханалардың атаулары шетелше қойып жатады. Онда да жаңағы білімді ұрпақ дейді да, онда шетелшеге аударады да, ағылшынша жазып қояды. Иә. Анау бала оның мағынасын біле ма, білмей ма? Бұл бастаманы қолға алғаныңызға 4 жыл болды. Өзіңіз оқушылардың былай әңгімелесіп, оқушылардың әңгімесіне қарап, тәрбиесіне қарап, түсініктеріне қарап, 4 жылдағы осы еңбектің жемісін, нәтижесін байқайсыз ба? Алғашқы бір белгілер біліне ме, байқала ма? Сіздерге келген алғашқы кезде оқушымен 4 жылдан кейін, 3 жылдан кейінгі оқушының бойындағы қасиеттер? Айтуым өте нәтиже беріп жатыр. Нәтиже беріп жатыр. Қазір біздің балдарымыздың өзіміздің жаңағы қазақ хандығын, қазақтың хандарын, қазақтың билерін, өзіміздің салт дәстүрлерімізді біздің балдар жақсы меңгерген, бойларына сіңірген. Өзіміздің ұлттық ойындарымызды барлығын біраз осы біз мектепке енгізіп отырмыз да, балдар оның бәрін бойына сіңіріп өсіп жатыр. 2021 жылы, сол ашылған жылы, мен осында үлкен облыстық ақындар айтысын өткіздім мектепте. Ондағы мақсатқа оқушыларға айтыс өнерінің құдіретін көрсін. Сонда ата-аналарымыздың өзі кеп қатысты, үлкен ауқымды өтті. Бекар Шойбеков, Анар Жаппарқұлова, Карима Оралова, Біржан Байтуов, мүмкін біздің қазақтың азулы ақындардың кеп қатысты. Ондағы көріп, біздің балдарымыз соларды көргеннің өзінде оқушыларымыз үлкен жігерленді. Алдан көргеннен кейін. Былай қарап тұрсаң, бізде ақындар, жазба ақындар үйірмесі ашылды. Уже балдардың өзі қазір сол ақындық өнерге бейімделіп, біраз балдар соған бейімделіп келе жатыр. Қарап тұрсаңыз. Оның өзі бір нәтиже. Әрине. Асық сыйлауға асық деген акция бар ма? Акция өткіздік. 2000-ға жуық асық жиналды. 2000-ға асық. Қаланың балалары қайдан тауып әкелді ол асықты? Иә, балдар қазір асық атады. Өйткені балдар қазір асық ойнай алмайды. Иә. Біз бала кезімізде ойнадық. Қазір балдарымыз асық ойнайды. Асық ату үйірмесі бар бізде. Ол да балдарға үлкен қуаныш сыйлайды. Нәтиже біз интернетке қарап, желідегі ойындардың небір зиянын көріп жатырмыз. Иә, небір зиянын көріп жатырмыз. Балдарға өзіміздің осында ұлттық ойындарымызды үйретсек, қандай ол жақсы, үлкен нәтиже оның. Қазір одан кейін 9 қолмалақ өзіміздің ұлттық ойынымыз. Арнайы үйірмелер ашылған. Қазір біздің мектебімізде 22 үйірме жұмыс жасайды. Жалпы спорт, білім, өнер жағынан. 22 үйірмеде, мысалы мектебіміздің қазір 90% оқушымыз сол үйірмелерге қатысады. Оның бізде негізгі бағыты осы ұлттық құндылықтарға. Бізде тіпті жаңа математика кабинетінің өзінде математикалық өлшемдер, мысалы
сантиметр, дециметр, метр жақ. Математика өлшемдердің өзін біз Қазақша жаздыңыздар ма? Сүйем, қарыс деген сияқты біз Қазақтың сөздерімен қазақ тілінде. Өйткені бала оны біліп үйрену керек. Тамаша. Үйінде де, ата-анасында да. Мысалы қазіргі жастар, ата-аналардың көбісі сол 91-92 жылдардағы туылғандар ғой енді қазір ата-аналар. Олардың бала үйіндегі ата-анаға да осыны айтып отырса, ата-ана да ойланады. Мысалы, біз анау бір стенд арнап қойғанбыз, мынау берекелі отбасы деген стендіміз бар да. Баланың дүниеге келуі, баланың жаңағы бесікке салынуы, тұсаукесері, атқа мінуі, одан кейін жаңағы шеге шапан, беташар, сонымен үлкен берекелі отбасыға дейін бұрышымыз бар да. Бала сол аралықта біздің өзіміздің ұлттық басты отбасылық ұлттық құндылықтарымызды да бойына сіңіреді, соны көргеннен. Ол үлкен нәтиже оның өзі. Бүгінгі таңда баласына қазақша үйрете алмай, қазақша сөйлете алмай жүрген ата-ана көп. Ұлттық тәрбиені былай қойғанда. Енді сіздердің осындай бастамаларыңызды көріп, нәтижесін көріп, балалардың бірегей осындай ұлттық киіммен келіп жатқанын көріп, баламды осы мектепке әкелсем, берсем деген өтініш көп пе, ата-аналар көп пе? Алғаш біз мектепті 500 оқушымен ашқанбыз. Қазір мектебімізде 2522 оқушы білім алады. Бірінші сынып пен 11-ші сыныптың арасында да. Енді қанша есе 5 есеге көбейіп отырмыз да. Көп пе әлде келгіміз келеді? Әлі келушілер де, келемдеушілер де өте көп. Бізде тіпті үйде оқытылатын, ерекше оқуды қажет ететін оқушыларымыз бар ғой. Өзге мектептерде 2 оқушы, 3 оқушы, 4 оқушы ғой. Бізде қазір 56 оқушы. Үйде оқытылатын, ерекше оқуды қажет ететін оқушыларымыздың өзі. Олардың өзінің біздің мектепке сұранысы көп. Өйткені біз оларға үнемі күнделікті көңіл бөліп отырамыз. Мектепте біз Кәусар орталығын аштық. Кәусар орталығының мақсаты ерекше оқуды қажет ететін оқушыларды бір мезгіл мектепке алғызып, мектепте ол оқушылар өздерінің суретін салып, құмыраларын жасап, өнерлерін шыңдайды, жаңағы әндерін айтады. Ол балдар да ерекше. Бұл Кәусар деген, мөлдір деген мағынаны білдіреді ғой. Бұнда қойғандағы біздің өзіміздің мақсатымыз болғанда бізге бірінші сыныпқа Кәусар деген қыз қабылданған. 2022 жылы. Биыл 3-ші сыныпта оқиды. 2022 жылы қабылданды. Бірінші сыныпқа үйде оқытылатын, жаңа ерекше оқуды қажет ететін оқушы қызымыз бірінші сыныпқа келді. Ол қызымыз жаңа немен жүрді? Крахмалмен, тек қана крахмалмен. Сөйтіп оны ұстаз қалай істеді? Оны өзінің пайдаланған крахмалынан бірінші сабын шығарды. Кәусар сабыны. Лицензиясын алып, арнайы қазір Кәусар сабыны арнайы шығарылып жатыр. Ең жас кәсіпкер, қазір 3-ші сыныпта оқиды. Ең жас кәсіпкер. Онымен қоса қазір түрлі иіс жаңағы жуынуға керек заттарды да қазір Кәусар қызымыз шығарып жатыр. Әлихан ұстазымен бірлесіп. Демек, сіздер балаларға жаңа заман талабына сай білім беруде де, технологияларды үйретуде де кенде қалып жатқан жоқсыздар. Енді көбісі ұлттық бағытта дегенде ойлайды ғой, ескілік деп көреді ұлттық бағыт дегенде. Сол баяғы ой өрнек, айтыс, сол жырлар деп ойлайды. Бірақ сіздер бұрынғы біздің салт дәстүрлеріміз, ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлеріміз емес, сонымен қатар қазіргі таңда қажет болатын дағдыларды да балалардың бойларына сіңіріп үйретіп жатсыздар. Солай ма түсінгенім? Иә, қазір ол біздің жасанды интеллект бар, басқа да жаңа технологиялар, оның барлығы бағдарламада бар, жұрт қатарлы өтіп жатсыздар. Иә, білім стандартымыз толығымен орындалып жатыр. Білім стандарты толығымен орындалып жатыр. Сол білімні қазір баланың бойына, мысалы, біз бір ғана кітаппен ғана шектелмейміз ғой. Иә, бір сабақты өту үшін біз балаға анау кітапты оқып беріп, немесе сол кітаптағын айтып берген баланың қызығушылығымызды арттырамаймыз онымен. Біз балаға көрсетуіміз керек. Бала қолымен ұстап көрсе, баланың өзі істеп көрсе, оны баланың қызығушылығы артады. Мысалы бір
математикадан сабақ өтетін болса, мысалы, біз былтыр бір семинар берген кезде көрсеттік, кәдімгі домбырамен математика есептерін шығару. Ол жаңағы қызықты математика ғой, енді баланың қызығушылығын ояту мақсатында өтіп жатқан нәрсе. Немесе құстарды пайдаланамыз, биология пәнінде құстардың дауысымен жаңағы сабақ өткен кезде баланың қызығушылығын арттыратын. Былтыр біздің 2023 оқу жылында, 24-20 оқу жылында біздің 5 ұстазымыз қалалық жаңағы өрлеу мұғалімдердің білімін жетілдіру институтының ұйымдастыруымен өткен үлкен байқауда 5 ұстазымыз бірінші орын иеленді. Республикадан 2 мұғаліміміз бірінші орын иеленді. Біздің жоба, одан кейін 9 жобасын енгіздік, республикада үлкен жоғарғы бағаланды. Қазір ол 9 жобасы да қазір біртұтас тәрбие бағдарламасының ішіне енгізіліп, тек қана олар атауларын өзгертіпті. Негізі бізде 9 айға атау қойғанбыз, 9 жобасы деп та. Тәрбие, бірінші танысу, одан кейін тәрбие, одан кейін табиғат деген сияқты әр айға атау қойғанбызда соңғы мамыр айына түйіндеу деп та 9 айдық. Сол 9 жобасы деп енгізгенбіз. Ал енді сол 9 жобасы біртұтас тәрбие бағдарламасына енгізіліп, қазір тек қана атауын өзгерткен ғой, отан сүйгіштік еңбекпен жасампаздық деген сияқты. Тек атаулар өзгертіліп отыр да. 9 жобасын біздің ол жобамыз да еніп отыр. Ол неге? Ал сол жобаны біз алғаш Астана қаласында өткен жаңағы жобалар байқауына қатысып, сол жобамыз үлкен бағаға ие болған жоба негізі. Одан да көп атқарылып жатқан іс-шаралар. Биыл да біз жақында ғана қазан айының 16 жұлдызында ұлттық құндылықтарды біртұтас тәрбие бағытында ұлттық құндылықтардың бала тәрбиесіндегі маңызды рөлі тақырыбында біз үлкен семинар бердік. Семинарымызда өзіміздің ұлттық мұражайымызды аштық. Мынау 3-ші қабаттағы саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Мен 135-ші мектепте тарих география пәні мұғалімін, санатын зерттеуші. Менің қазіргі таңда зерттеп жатқан тобым біздің мектеп ішінде ашылған этномұражайымыз. Менің зерттеуші тобымның аты археологиялық мәдени көне заттарды зерттеу тобым. Зерттеу оқушылары 9-10 сыныптың оқушылары, таныс болыңыздар. Бағдәулет, Шыңғыс, іште аруларымыз бар, Мадина, Шұғыла. Олар да сіздерді этномұражаймен толық таныстырып өтеді. Ендеше кіріп көрсек бола ма? Енді оқушыларым қазір сіздермен мұражайдың қаңқа құрылыстарымен сипаттамасымен таныстырып өтеді. Ішкі оқушылар оның жалғасын кезегін тауып отырады. Ұлттық мейрамхана кәсіби бағдарлама аясында ұлттық мейрамхана аштық. Ондағы да мақсатымыз біздің жаңағы қазақтың ас мәзірін көрсету. Көп азаматтарымыз біздің ас мәзіріміз, ұлттық ас мәзірімізді, ұлттық ыдыстарымызды біле бермейді ғой. Бұл жерде біз арнайы соны қойғанбыз. Мысалы, сый табақ, жаңағы бас табақ, құда табақ, күйеу табақ, жеңге табақ, беташа табақ, бұны арнайы. Одан кейін қарын бөртпе, ұлттық тағамдарымыз, ұлттық тағамның түрлері, суреттері, ақпараттар барлығы жазылды. Суреттерімен бәрі қойылған. Бұл да сабаққа қосымша үйірме ретінде қоя? Кәсіби бағдар бойынша өздерінің жаңағы мейрамханалық кәсібін біздің ұстазымыз жаңағы. Табақ тарту, ас тарту, кімнің алдына қандай табақты қою деген сияқты, қойдың басын кімге тарту керек деген сияқты ұлттық құндылықтарын нақыштау мақсатында біз оқушыларға үйретіп жатырмыз. Дастархан әдебін, осы кабинет соған арналған ұлттық мейрамханалармен меморандумға қол қойып, біз сол жаққа апарып таныстырып тұрамыз. Өйткені ол жерде кәдімгі табақ тарту әдістері, жаңағыдай қасық вилкамызды енді Еуропаға біз бәрібір еліктейміз ғой. Қасық вилкамыз қай жағында тұру керек деген сияқты меморандумды біз сандық, тары деген сияқты ұлттық мейрамханалармен таныстыру мақсатында меморандумға тұрып,
9, 10, 11 сыныптарда мамандық таңдауда мейрамхана ісін таңдауға болатын қазір өте дамып келе жатыр ғой. Соны нақыштау мақсатында біз сол ресторандағы апарып, таныстырып, экскурсия жүргізіп тұрамыз. Одан кейін біздің ол семинарымыздың құрметті қонағы әлем ақыны Мұхтар Шаханов ағамыз келді. Арнайы келіп семинарымызға қатысып, соңында үлкен жиын болып, ол кісі бізге өзінің кітаптарын тарту етті. Біздің оқушыларымызбен кездесті, ата-аналарымызбен кездесті. Енді әлем ақыны Мұхтар Шахановқа арнайы осындай бір сынып аштыңыздар. Бұл кімнің бастамасымен ашылды? Бұл да өзіміздің мектептің ұжымы ақылдаса келе, өзіміздің біз енді үлкен жаңағы поэзия кештерін көп өткіземіз мектепте. Жаңағы байқауларды, мүшәйраларды, сонда біздің мектепке керегі жаңағы шешендік өнер үйірмесі, ақынды өнер үйірмесі. Сол ой туындағаннан кейін біз арнайы Мұхтар ағамызды қонаққа шақырған болатынбыз. Сол Мұхтар ағамыздың құрметіне осы кабинетті дайындадық. Мұхтар ағамыз өзі келіп көрді ғой, өзі ашты. Өзі келіп лентасын дейді. Қумаймыз, құстың құс қанатындаймыз, жүректе от жағып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Оқытушыларға, ұстаздарға қойылатын бір талаптар бар ма осы ұлттық бағытта? Ұлттық бағытта талаптар біз тек қана сол ұлттық бағытымызды ұстану. Киіну. Ұстаздар да ұлттық киінеді. Күнде кәдімгі мектеп формасы бірдей. Мұғалімдерге де өздеріңіз тігесіздер ма? Жоқ, мұғалімдер өздері бар, тек оқушыларды. Онда бастауыш сыныптарға біз өзіміз яғни мұғалімдерге біркелкі кию ондай шарт жоқ, әркім бірақ ұлттық болу керек. Ал оқушыларға олардың формасы біркелкі болу керек? Оқушылардың біркелкі, бәрінің формасы біркелкі, ою өрнек, аты жөні жазылған, о да ойымен небен жазылған. Оқушыларға бір талаптар қойыла ма? Оқушыларға талаптар қойылғанда ол тек қана киім үлгілерін, әрине енді қосымша үйірмелерге келуіміз талап етеміз. Үйірмелерге қатысуын, үйірмеге қатысады болды. Және қазақша сөйлейді деп талап қоясыздар ма оқушыларға? Бізде онсыз да қазақша сөйлейді бар түгел. Өзге тілде сөйлеп, қиналып жүрген оқушылар жоқ қой? Бізде ондай жоқ. Бәрі біздің өзіміздің ана тілімізде сөйлейді. Ол тілін бұрмалап өзге тілде онда сөйлейді.